Мен Жаппарбек Ақмөр Ержанқызы, Қазақстан Республикасы Білім және жоғары ғылым министрлігі академик Евгений Арсенович Букетов атындағы химия факультетінің 1-ші курс студенті. Группа ТФП 24-2К. Бүгінгі біздегі тақырып бағдарламалық қамтамасыздандыру. Бұл бізде мазмұны, бұл бізде кіріспе бөлімі. Қазіргі заманда ақпараттық технологиялар қарқынды дамып, өмірінің барлық саласына еніп келеді. Бұл үдерісте бағдарламалық қамтамасыздандыру ерекше орын алады, себебі ол компьютер мен мобильді құрылғылардың жұмысын қамтамасыз ететін негізгі құрал болып табылады. Біз бағдарламалық қамтамасыздандырудың көмегімен күнделікті өмірімізде түрлі есептерді шешеміз, мәтінді құжаттармен жұмыс істейміз, интернетті қолданамыз, деректерді өңдейміз және күрделі инженерлік есептерді жүргіземіз. Бізде бағдарламалық қамтамасыздандырудың екі түрі бар: жүйелік және қолданбалы. Жүйелік бұл компьютердің ақпараттық бөлігімен өзара әрекеттесіп, оның жұмысын басқарады, ал қолданбалы пайдаланушыларға нақты тапсырмалар орындауға мүмкіндік береді. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың даму тарихы. 1940 және 50 жылдары алғашқы бағдарламалар машиналық кодта жазылды. 1950 және 70 жылдары алғашқы бағдарламалау тілдері Fortran, COBOL және тағы пайда болды. 1970 және 90 жылдары дербес компьютерлер, Windows, MacOS және графикалық интерфейстер дамыды. 1990 және 2000 жылдары интернет, веб-браузерлер жаңа бағдарламалау тілдері тарады. 2000 жылдан бері бұлттық технологиялар, мобильді қосымшалар және жасанды интеллект қарқынды дамуда. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу процесі. Талаптарды анықтау, бағдарлама қандай міндеттер орындайтын және қолданушылардың қажеттіліктері зерттеледі. Жобалау, дизайн, бағдарламаның құрылымы, интерфейс және негізгі функционалдығы жоспарланады. Кодтау, бағдарламалау, бағдарламашылар таңдалған тілде код жазады. Кестелеу, қателерді анықтау және түзету үшін бағдарламаны сынау жүргізіледі. Қолдану және қолдау, дайын өнім пайдаланушыларға ұсынылып, жаңартулар енгізіледі. Лицензиялау және авторлық құқық. Ашық кодты бағдарламалар код еркін қолжетімді, кез келген адам өзгертіп тарата алады. Екінші, жабық кодты бағдарламалар код қолжетімсіз, тек авторы немесе компаниясы өзгерте алады. Үшінші, лицензия түрлері. Бұл GPL, General Public License, кодты еркін пайдаланып өзгертуге және таратуға рұқсат береді. Одан кейінгісі MIG лиценз, қолдануға шектеу аз, коммерциялық мақсаттарды пайдалануға болады. Коммерциялық лицензия бағдарламаны тек сатып алған пайдаланушы ғана қолданылады. Бізде төртінші, пираттық бағдарламалар. Бұл автордың рұқсатынсыз тарату, заңсыз, айыппұл немесе үлкен жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бағдарламалық қамтамасыздандырудағы заманауи трендтер. Жасанды интеллект және машиналық оқыту. Бағдарламалар деректерді талдап, автоматтандырылған шешімдер қабылдайды. Бұлттық технологиялар деректерді сақтау және өңдеу интернет арқылы жүргізіледі. Киберқауіпсіздік, хакерлік шабуылдардан қорғау үшін жаңа қауіпсіздік шешімдері дамуда. Мобильді қосымша және кросс-платформалық әзірлеу, Android және iOS-қа арналған әмбебап қосымшалар жасалуда. Қосымша шынайылық және виртуалды шынайылық ойындарда, медицинада және білім беруде қолданылады. Бізде бұл осы тақырыптың қорытындысы жалпы бағдарламалық қамтамасыздандыру заманауи технологиялардың негізі. Ол компьютерлер мен құрылғылардың жұмысын қамтамасыз етіп, ғылым, білім, бизнес және күнделікті өмірде маңызды рөл атқарады. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың дамуы жасанды интеллект, бұлттық технологиялар және киберқауіпсіздік сияқты жаңа трендтермен тығыз байланысты. Алдағы уақытта бағдарламалық қамтамасыздандыру одан әрі жетілдіріліп, адам өмірін жеңілдетуге бағытталатын болады. Бұл тақырыпта қолданылған пайдаланылған әдебиеттер тізімі.